мамандандырылған физика және математика мектеп-интернатының кітапханашысы Жұбанова Арайлым. Қайырлы күн, кітап сүйер оқырман. Сіздерді келе жатқан Ұлы Отан қорғаушылар күнімен және ұлы жеңісіміздің 77 жылдық мерейтойына орай Жеңістің шежіресі атты батырларымыздың туындыларымен және олардың шығармаларымен кітаптарына шолу жасасақ. Жеңістің шежіресі атты кітап көрмесінде Қазақстандық кеңес одағының батырлары атты кітап мені қатты қызықтырды. Және де бұл энциклопедиялық жинақта Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 65 жылдық мерейтойына байланысты Қазақстанда кеңес одағының батырларының ерлікке толы өмір жолы баяндалады. Және де бұл кітап жас ұрпақтың бойына отансүйгіштікке және де ата салтын дәстүрлеуге, қастерлеуге шақырады. Бауыржан Момышұлының «Шқания» кітабы. Бауыржан Момышұлы қазақтың көрнекті жазушысы. 1910 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген. Алғашқы кітабы «Офицер күнделігі» деп аталады. Ал «Шқания» кітабына оралсақ, «Шқания» кітабы адамға өмірдің қызықты жайттарын, ерлік пен патриотизмді, достық пен еңбекқорлықты үйретеді және музей апа әңгімелерімен топтастырылған. Бұл тағы да бір Бауыржан Момышұлының қанмен жазылған кітап шығармасы. Бұл кітапта 1944 жылы Бауыржан Момышұлының Алматы қаласына демалысқа барған кездегі Мұхтар Әуезовтің ұсынысымен академик Қаныш Сәтпаев және де тағы басқа қазақ зиялылар қауымының кездесуі өткен болатын. Және осы кездесуде Бауыржан Момышұлы әскери патриотизм туралы бірнеше күніне 5-6 сағаттап лекция оқыған болатын. Және бұл кітапта сол лекцияларының жиынтығы жинақталған. Қасым Қайсенов 1911 жылы дүниеге келіп, 1955 жылы өмірден озған болатын. Ақын, аудармашы, композитор. Оның көптеген өлеңдер жинағы және де өлеңдері бар. Ең алғаш жарық көрген өлеңдер жинағы өмір сыры болатын. Қазіргі менің қолымдағы Дариға сол қыз. Дариға сол қыз шығармасында елге деген достық, парасаттылық, адалдық туралы өлеңдер болатын. Соның ішінде бір шығарманы оқып берсем. Елге хат, Қасым Қайсенов. Менің бір бар еді ерке тентек ұлым, өлеме тірі екен сол құлыным. Дейтіндей болдың ғой сен туған елім, жоғалдым зым